бүгін саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сыныпта жағымды психологиялық ахуал орнату үшін мен қандай тренинг өткіземіз, яғни ойымыздағы жақсы жаман қасиеттерді атайық. Қанеке бері бастайық. Мен ақылдымын. Мен ізденімпазбын. Мен адалмын. Мен өнерпазбын. Мен білімдімін. Мен таланттымын. Мен қырсықпын. Мен ашықпын. Мен мейірімдімін. Мен сыпайымын. Мен әзілқоймын. Мен ақылдымын. Мен таланттымын. Мен ашық мінездімін. Мен мейірімдімін. Мен таланттымын. Мен ақкөңілмін. Мен тік мінездімін. Яғни әрқайсымыздың бойымызда әртүрлі қасиеттеріміз бар, жақсы қасиет және де жаман қасиет. Әрдайым біз жақсы қасиеттерімізді алға қойып, жаман қасиеттерімізді түзеп отыруымыз керек. Олай болса, топқа бөлінеміз. Қазір мен сіздерге осы конфет әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Қанеке ал бөлінер. Сіз аламыз. Қанеке бәріміз алдық, осы конфеттің түсі бойынша әркім өз тобына, яғни қызыл түстілер бір топқа, яғни ізденімпаздар тобына, зерделер және ақылдылар тобына бөліне қойыңыздар. Сіз отырамыз. Отырамыз. Бәріміз үй тапсырмасына дайынбыз ғой? Яғни үй тапсырмасын пысықтауға байланысты стикер әдісін қолданып, осы стикердегі сұрақтарға барлығымыз не істейміз? Жауап береміз. Олай болса, ақылдылар тобынан бастаймыз. Ақылдылар тобы келіп стикердегі сұрақтарға жауап береміз. Тез боламыз. Орнымызда отырамыз. Сұрақты көрдік қой, барлығымыз. Анар бастай ғой. Сенде қандай сұрақ? Мендегі сұрақ қыз жібек жыры қандай жыр? Қыз жібек жыры лира эпостық жырларға жатады. Мысалға алып қарайтын болсақ, Батыр баян, Айман шолпан, қыз жібек жырлары жатады. Жарайсың. Келесі, Рамазан. Қыз жібек жырынан үзінді оқу. Үзінді оқу, Білем сол қыз жібек жырын, Үзінді оқу. Жеті қырдан асқанда күтірлеген қоңырауды естіді сонда құлағы. Шапса балта өтермен жыңғырлаудың тасына, елеп-елеп не кетпейді ер жігіттің басына. Қоңырау дауысы келгенде көкжорға атты қамшылап жетіп бір келді қасына. Қыз жібектің құрметі жиһаннан асқан сәулеті, Ләйлә мәншүк болмаса өзгеден артық келбеті. Үш қызы бар қасындай, өзі 14 жасындай, тебісінің өкшесі бұхардың гауһар тасындай, ақ маңдайы жалпылдап, танадай көзі жартылдап, алтын шашбау шашында. Жарайсың, өте келеді. Келесі. Қыз жібектің рөлін сомдаған кім? Бұл қыз жібек рөлін сомдаған Меруерт Өтекешова 1951 жылы 25 ақпанда Орал қаласында дүниеге келген. Жарайсың. Келесі. Қыз жібек жырының негізгі кейіпкерлері. Қыз жібек жырының негізгі кейіпкерлері олар үшеу болады, және олардың негізгі кейіпкері қыз жібек. Қыз жібек негізінен өте ақылды, ақылына көркі сай жан болып табылады. Ал Төлеген болса, Төлеген тік мінезді, жүрек жұтқан бала. Ал Бекежан ол шыта өте зұлым адам болады. Оны Төлегенді өлтірген соның адамдары болады. Және Бекежанның басты мақсаты Төлеген мен қыз жібекті қоспай, қыз жібекке өзі қосылғысы келді. Қастарлы жасайды, жарайсың. Кәусар, сенде қандайсың?
Қыз жібек қаншасыншы жылы жарық көрді? Қыз жібек фильмі. Қыз жібек фильмі ма? Қыз жібек көркем фильмі 1968 жылы 1970 жылы түсірілген. Ол 1970 жылы Алматыдағы театрда тұсауын ашты. Жарайсың, көрсетіледі. Менің сұрағым, Қыз жібек жырында қазақ халқының қай кездегі тарихы суреттелген? Қыз жібек жыры қай кезең суреттелген? Қыз жібек жыры қазақ елінің ең көне лира эпосы жырларының бірі болып саналады. Және де ол 18 ғасыр мен 18 ғасырдың арасында суреттелген. 16 мен 18 ғасырдың арасында. Жақсы. Келесі ізденімпаздар тобы стикердегі сұрақтарға алып, осы бойынша сұраққа жауап береміз. Сұрақтар оқылды. Дайынсыз ба балалар? Иә. Анеге Жәния бастайды. Сенде қандай сұрақ екен? Қыз жібек жырында қандай оқиға баяндалды? Қыз жібек жырында екі ел жау болды. Және де Қыз жібек пен Төлеген бір-бірін өте қатты жақсы көрді. Бірақ оны екеуі қосылған қаламады. Бекержан, себебі ол Қыз жібекті өзі жақсы көретін еді. Сондықтан да Төлегенге қастандық жасады. Жарайсың. Қанша жылдан? Өлең өзінің түсінігі. Базар бойда Төлеген ерте туған көбеген 80 жігіт қас шалып, 15 жігіт бас шалып, Ақжайыққа жөнеген. Айдың өткен нешесі, ай қараңғы көшесі, Хадишадан кеменбес, ер Төлеген келбеті, әулиеге ат айтып, қорасанға қойытып, артынан қуып келіпті, өлгенде көрген шешесі келіп сөйлейді, сөйлегенде не дейді? Мінген атың аласың, менен туған баласың, қал дегенде қаласың, айтқан тілді аласың. Қал дегенде қалмасаң, айтқан тілді алмасаң, құрттың аның шығын. Жарайсың, өте керемет. Қандай себеппен Төлеген еліне оралды? Ғашық болған Төлеген жібекке үйлену үшін өзінің әкесінің алдына бата аламын деп еліне оралады. Төлеген рөлін кім сомдады? Төлеген рөлін Құмар Тастанбеков сомдады. Ол 1945 жылы 10 наурызда Алматы облысы Сарқан ауданы Екі Аша ауылында дүниеге келген. Ол 2017 жылы қайтыс болды. Жарайсың, өте Жырдағы Базарбай, Төлеген, Сансызбай деген кімдер? Базарбай дегеніміз ол кейіпкер, кейіпкердің әкесі. Кімнің әкесі? Төлегеннің әкесі. Сансызбай ол Төлегеннің інісі, және Төлеген мерт болғаннан кейін ол жібекті өзінің жары етіп алады. Келесі Төлеген ол ең басты рөлде ойнаған адам. Ол өзінің жары жібекті алғысы келеді, бірақ оған Бекежан тосқауыл болады. Және Бекежанның қолынан мерт болады. Жарайсың. Келесі, Дархан. Бекежанның рөлін кім сомдады? Бекежанның рөлін Асанәлі Ашынұлы Ашынов сомдады. Ол 1937 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылмада дүниеге келген. Жарайсың, отырады. Келесі, Балнұр. Маған берілген сұрақ Төлеген мен жібек қалай кездеседі? Ең алғашқы ғашық болған Төлеген жібек туралы естіп, сол ауылға аттанады. Жолда жебесін көріп, сол жебесіне ілесіп, Қыз жібекті танысады. Келесі, Дарын. Жырдағы ең құнды нәрсе неде ойлайсың? Ұлтымыздың әдет-ғұрыптар мен Яғни ол жырда не суреттеледі? Қазақ халқының әдет-ғұрпы, қыз бен жігіттің арасындағы адал махаббатты суреттеген, иә? Жақсы.